Осындай қызылша салатты істеуді көрсететін болам. Парақшам пайдалы, жоғалтылмасын тіркеліп алыңыздар. Алмамыз и қызылшаны мен бір күн алдын 3 сағатқа қайнатып қойдым. Суығаннан кейін осылай ашып алдық. Терканың ұзын көзімен өткізетін боламыз. Осылай майлап өткізесіздер. Өткізіп болғаннан кейін алманы да өткіземіз. Осылай алманы дәнегі шығып кетпеу керек. Дәнегі жағын істемейсіздер. Только несін ғана, алмасының өзін жейтін жерін ғана істейміз. Осы екеуін неғып болғаннан кейін майонезімізді саламыз. Қалаған майонездеріңізді қолдасаңыздар болады. Араластыратын боламыз. Осымен салатымыз дайын. Парақшам пайдалы, жоғалтылмау үшін тіркеліп алыңыздар. Ас болсын.